Аса қамқор, ерекше, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті көрермендер, шынымен де бүгінгі күні Алла тағаланың мейірімі жауып тұр. Алланың тосын сыйлығы бізді күтіп тұр. Алланың қалауымен жақын арада біздің денсаулық әлемі бағдарламасына TikTok желісінен менің жаңағы жіберген материалдарымды көріп, Шардарадан керемет 45 жылдық тәжірибесі бар еңбек ардагері Тәуіп, яғни Құранмен дем салатын емшілердің емшісі, дүлдүл емші Хайырниса ханым хабарласқан еді маған. Сол кезде бұл кісінің жақын арада мерейтой өтеді. Мерейтой деген әр адамның өмірінде бір-ақ рет келеді. Ал сол кезде сыйлықтар қандай болмақ, қандай тілектер айтылмақ. Осыған байланысты мен бұл кісіге айттым, онда сізді бірінші сізге мерекелік бағдарлама ұйымдастырайық деп. Сол кезде Алланың қалауымен Алматы қаласында Алланың үйі, яғни Қағбаның сыртына жабылатын жабылғы алтын күміс жіптермен әдіптеліп қолөнер жаңағы тігілген. Сол Алланың үйінің жамылғысы Алматы қаласында, яғни Кесова көрмесі ашылды. Мен бұл кісіге айттым, сіз көрмеге келіңізші, сізге сол жерден тосын сыйлық болсын, сіз Алланың сүйген құл екенсіз дедім. Сонымен Аллаға шүкір, біз бүгінгі күні осы көрмеге келіп жеттік. Бұл көрмеге кірер сәтте, кірген кезден бастап мен жүрегім тарсылдай бастайды. Өйткені бұл Құран аяттары жазылған. Алланың сөзі рас, өзде рас. Рас сөзде еш уақытта жалған болмас дейді. Яғни Қағбаның сыртына Құран аяттарын жазылған осы бір сүрелерді көрген кезде, Кесва, яғни қазақша жамылғы дейді, көрген кезде әсерленбейтін адам болмайды. Мен Қағбаны сағынып жүрген адаммын. Меккеге 25 рет барсам да, менің ғашықтығым еш уақытта таусылмайды. Меккеге бара бергім келеді. Өйткені Алланың жердегі үйі. Ес-түссіз ғашық боласыз Аллаға. Сондықтан менің сағынышым осы көрмеге келгенде одан әрі аса түсті. Ал енді ең бірінші рет осы көрмеге басқа облыстардан келіп тұрған, менің эфирімнен келген көрермен Хайырниса ханым, қандай бақытты ханым. Қош келдіңіз, қандай әсер алдыңыз? Ассаламалейкум. Бұл жерге Алланың бір нәсіп болған күн екен. Мен өзімді әлі толқып тұрмын. Неге десеңіздер, Алланың қасиетті осындай керемет жамылғыны көрген кезде, қай бір мұсылман баласы болмасын, оны түсінген адамның жүрегіне басқаша әсер етеді әрине. Мен есімім Хайырниса, Тойлыбай қызымын. Осы халық емшісі болып, халыққа қызмет қылғаныма 45 жыл болды. Оның ішінде атап өтетін болсақ, барлық кеселдер емделді. Былайынша айтқанда психи аурулар болсын, жаңағы жол ашылмаған болсын, көз тиген, тіл тиген, дуаланған, қара сиқыр деген сияқты әртүрлі аурулармен келген жаңағы науқастардың бәрін емдедім, әлхамдулилля шүкір. Мен мына Шардара ауданында, Түркістан облысы Шардара ауданында тұрамын. Бүгінгі күн Алла Тағала нәсіп болып, мынау Жұлдыз ханымның себебіменен ол кісіге хабарласқан жайым бар. Бұл кісі өзі ұсынды, осындай бір жақсы жер сізге нәсіп болып тұрған сияқты келіңіз деп. Қарасам, шынымен де мынау жүрек толқытар жер екен. Бұл екінің біріне нәсіп болмайтын жер. Мен өте бақытты жаман екенмін. Бірінші рет қадам қойып тұрғаныма өте Аллаға мың шүкіршілік етемін. Себебі мен қажылыққа әлі барған жоқпын. Алла қаласа, осыдан кейін бар ниетім, арманым қажылыққа барып, Алланың бір 40 парыздың бір парызын өтіп келуге ниет қылып тұрмын, иншалла. Алла нәсіп қылса. Жалпы кірген кезде өзіңізде, осы қазір тұрған кезде қандай бір әсер? Сіз енді сезімтал адамсыз ғой? Айттым ғой, кірген кезде басқаша сезімдемін, өйткені денем балқып, аяқ қолым сондай әлсізденіп, прямо жүрегіме осы Құдайдың құдіреті не бір сол Мәкка Мәдинаның ішінде тұрғандай, пайғамбарымыздың алдында тұрғандай сезініп тұрмын, әлхамдулилля шүкір. Себебі мына осынша қасиетті Құран, Аллах акбар деп жазылыпты мына жерлеріңізде, Хайюм жазылыпты, Ықылас сүресі, Аятул Күрсі жазылған Алланың қасиетті аяттарын оқыған кезде мен осы төбем бір елі көкке жетпей тұр. Жұлдыз ханым, өте рахмет, ризамын Аллаға, мың қайтара шүкіршілік етемін. Ал енді құрметті көрермендер, әр адамның өзінше бір ерекшелігі болады.
Алланың сүйген құлдары дейді. Алланың сүйген құлдары Қағбаға Алла тағалам шақырса ғана барады. Бай болсаңыз да сізді Алла шақырмаса, сіз бара алмайсыз. Сол сияқты бүгінгі мынау Кисва көрмесінде Нуридин қажылық компаниясының президенті Ермек қажының ұйымдастыруымен өтіп жатқан көрмеге де Алланың қалаған құлдары кәне келе алады. Енді 1000 сан адамның ішінен республикамызда бірінші болып Қайырниса ханым келіп тұр. Ал енді осының ішінде барын аралап шыққанда бұл кісінің енді 63 жылдық мерейтой өтейін деп жатыр. Осыған тосын сыйлық, ерекше сыйлық, ешкімде болмаған сыйлық бірінші бұл кісіге бұйырайын деп тұр. Қазір біз бұл кісінің өзінен сұрадық, қандай осының ішіндегі Кисва сізге ұнады дегенде бұл кісі Қағбаның есігін қалады. Ал енді Қағбаның есігін қалау себебін қазір өзі айтады. Ал бұл Қағбаның жаңа есігі. Енді Алла қаласа сол есігіне кіретін кездерде болады, сүйетін кездерде болады. Алла соған жеткізсін сізді. Ал енді апай, бұл қасиетті Кисва, қасиетті Меккеден келген сізге осы сыйлық нәсіп етіп жатыр. Алла тағала осы Кисва мен үйлеріңізге нұр әкелсін, береке әкелсін, жақсылық көп болсын. Ал енді тоқтайтын болса, Кисва деген не нәрсе? Ол Қабаның жамылдығы, бір құлғанақ Меккеде жасалынады, қол өнері. Бұның біздің мақсатымыз, жасап атқанымыз Қазақстанға, елімізге осы Кисвалар келіп, адамдарға сол жаққа бағыт ашып жатыр. Адамдар бұл Кисваға қарап Меккеге ниет етеді, умраға барады, хажға барады, сөйтіп күнәдан тазарады, содан кейін сол жақтан тілектер қабыл болады, үлкен береке жақсылар болады деген сияқты. Ол бір. Екіншіден, бұл Құран сөздер болғаннан кейін адам Құранға махаббатын арттырады, Құранды жақсы көреді. Содан кейін енді қазір біз үйлерімізді де осындай мешіт сияқты стандарт деген ғой ғалымдар. Үйлеріңізді сол мешіт сияқты әшекейлеу керекпіз. Үйімізде Құран көп тұрса, иншалла періштелер көп келеді, ол жерге нұр шашады, ол жерде жамандық болмайды деген сөз, көрдіңіз бе? Міне, содан кейін адамның көңілі. Міне, осындай нәрсені көрген кезде адам көңілі жақсы болып, ол адам ауырмай, сырқамай, жаңағы қандай бір армандарына да жете береді. Қараңызшы, сізге де сондай міне үлкен армандарыңызға жете беріңіздер иншалла. Алла қабыл етсін. Алла разы болсын. Ермек қажыдан бүгінгі күні үлкен сыйлық алып жатырмын. Алланың нұр жауған күн деп есептеймін. Осы алып жатқан сыйлығымды отбасына апарсам да Алла нұры құйылады, Құда қаласа. Оған сенімдімін. Әлхамдулилля, шүкір, келесі жолы бұдан да үлкен қажылыққа баруды нәсіп етсін деп, келесі жолына үлкен сыйлық алуды нәсіп етсін. Сіздерге көп-көп рахмет. Мына осындай орын ашқаныңызға, қажылыққа баратын адамдарға осының бәрі нәсіп болсын. Сіздің осындай жолдарыңызды, сіздердің жолдарыңызды осы кейінгі ұрпақтарға да бере берсін. Барлық достарым болсын, туған туыстар болсын, барлық осындай Алла жолында жүрген мұсылман бауырымызды шақырамыз, қажылыққа баруды нәсіп қылған болсын. Ата-аналарыңызға қандай сыйлық әперуді білмей жүрген болсаңыздар, міне осы Алланың сөзі жазылған қасиетті осындай пайғамбарымыздың мөрі түскен қасиетті Құран сөзі жазылған осындай сыйлықты әперіңіздер. Қажылыққа баруды Алла тағала ата-аналарыңызға нәсіп қылған болсын. Сол барлық балдар ата-анасына тек осындай сыйлауды нәсіп қылсын. Осы кісілерге алғысымыз шексіз. Ал құрметті ағайын бауырлар, біздің осы көрмені ашқан мақсатымыз ең біріншіден Меккені жақындату. Халыққа, қазақ халқына Меккені жақындату, осы Меккенің жабылықтарын әкеліп, адамдар осыны көріп, сол жаққа баруға ниет етсін деп. Екіншіден, жаңа айтқандай, бұл жерде қасиетті Құран Кәрімнің сүрелері. Мына жерде мысалы Ихлас сүресі. Ихлас сүресін білеміз, Құранның 1/3 қамтиды. Алланың бірлігін жаңағы білдіреді бізге. Ең жаңағы сондай жаңағы бір пайғамбарымыз өте жақсы көрген сүрелердің біреуі. Ал енді ары қарата кететін болсақ, Аятул Курсидің басы бар. Фатиха сүресін, Альхамдулиллахи Раббил Аламин деген ана бұрыштағы сүре Фатиха сүресін етеді. Ал енді мына есікті алатын болсақ, бұл жерде Фатиха сүресі жазылған шеттерінде. Ортасында Ихлас сүресі бар, Аятул Курси бар, Қурайш сүресі бар. Ең мұқты аяттарды, мысалы, Алла жеткілікті, хасби Алла деп тұрады, қараңыз. Рабби Аллах дейді, Құдайымыз біздің Алла. Алла бізге жеткілікті деген сондай көп деген аяттар, сөздер жазылған. Негізі ең мұқты сүрелерді осы есіктің жамылдығына жапқан. Осыны Алла тағала
үйлеріңізге осындай нәрселер тұрса, бізге бұл не береді? Күш қуат береді, энергия береді. Бізге шаршамай жүруге, жаңағы сондай жүрегімізге тыныштық сыйлайды, көңілімізді жақсы қылады. Мына жерде Хайюл Қайюм деген Алла Тағала тірі, Алла Тағала бәр нәрсе құдіретті жетістікті. Бұл жаңағы не? Береке әкелетін дұға. Рахман Рахим, Алла мейірімді, кешірімді. Ол да бізге жаңағы не? Ертең Алла Тағала үміт үзбек, Алла кешірімді ғой, Алла Тағала мейірімді ғой деп, соны ұмытпай жүруге адамға не? Ол да көңіліне бір сондай тыныштық сыйлайды. Үстінде ля иляха илля Мұхаммад Расул деген жазу бар. Ол жәннаттың есігінде жазылатын болады. Жәннатқа кірген кезде адам соны бірінші оқиды екен, қараңыздар. Ля иляха илля Мұхаммад. Ал мына жерде Аллаху акбар деген ол не? Аллаху акбар ол не? Ол қара тастың үстінде тұрған жаңағы жазу, Алла ұлы деген. Сол жерден Қабаны өткен кезде біз қолымызды көтеріп, бисмилля Аллаху акбар деп тавафты, қасиетті тавафты бастаймыз, рәсімді бастаймыз. Міне, соның бәрі бізге не? Қасиетті Кабаны есімізге түсіреді. Қасиетті Кабаны есімізге түсіреді. Меккені есімізге түсіреді. Біздің қажықты есімізге түсіреді. Содан кейін не? Сол жаққа қарата ертең бұл қалтыратын балаларымызға бір үлкен мұра. Біз ертең барымыз жоқпыз, бірақ балаларымыз қалады. Балаларымыз қалады, иә. Сол үшін бұл жерде біз не істеу керекпіз? Осындай нәрселерді көбірек адамдарға көрсетіп, насихаттап, бұл бір жағынан бізге сауап. Неге десеңіз, біз Алланы ұлықтап жатырмыз. Алланың сөзін ұлықтап жатырмыз. Бұдан біз шаршамау керекпіз де. Бұдан біз рахат алу керекпіз. Бұдан біз сауап алу керекпіз. Бұның біз ертең артымыздан қалтыратын мұра қылу керекпіз де. Міне Алла Тағала бәрімізге осындай Құранның ортасында өмір сүруге бізге жаңағы нәсіп етсін иншалла. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз денсаулық әлемі бағдарламасы одан әрі жалғасады. Енді бағдарламамыздың екінші бөлігі, манадан бері сіздер көріп отырсыздар, мына көрмеде жүрген керемет келбетті тамаша сұлу ханым кім екен деп. Қазір оны бұл кісі өзін өлеңмен таныстырады. Қазақ қашанда әу демейтін қазақ жоқ. Барлығында жүрегі ән салады. Өйткені қазақтың даласы кең, әр уақытта қазақтың пейілі де кең, ол киелі үйде киелі домбыра болады. Ал домбыраны қолға алып бір әу деп жіберсеңіз, өзіңізді домбырамен, жырмен таныстырсаңыз. Рахмет. Шабыты келсе ақындар нақыл сөз теріп қаттайды, ғибрат сөзді жақсылар есінде әркез сақтайды. Бейнетке адам ерінбей, үстіні жатпайды, жаманғы болса бәрібір сізді даттайды. Жазайын деп ойландым, жел сөзді неше нақылдай, басы бір бағзал тіл шөмішіліп ап қайнап сабырдай. Сезім бір кірдай селтетіп, жұмсадым келіп ақылдай, ажыратып білдедай, алыспенен жақындой, өлеңменен жырларым, халқыма емес сатулой, танысу үшін сіздермен кетейін айтып затымдой. Орта бір жүздің қызым, хайрыненса дейді атымдай, жақсылар несін жасырам несібем солай шашылдой. Тәуіпсің деп адамдар ашқара етпей жасырдай, арапта жазып үйреніп саждаға қойған басымдой. Қата бір кетсем қапыстай, ескерер елім жасымдой. Осылайша ән айтыбай, емін қалғым басымдой. Әнге бір қосыл домбырай, терменің бабы ашылдай. Дегенай қандай керемет, құрметті көрермендер. Бұрын соңды біздің денсаулық әлемі бағдарламасында осындай ақын әрі тәуіп дейміз ғой, Құранмен емдейтін адамды. Осындай емшіні бірінші рет көрдім 36 жыл бағдарлама жүргізгенде. Бүгінгі біздің бағдарламамыз мерекелік бағдарлама. Өйткені Қайырниса Тойлыбай қызы бүгін 60 жас, яғни пайғамбар жасына толып отыр. Соған орай Алланың өзі бұл кісіге 45 жыл еңбек еткенде еш уақытта қолынан іс келетін адам өзін қайта жылдыңдап көрсете бермейді. Мысалы, бұл кісі жүре берген өте қарапайым. Кеңес одағының адамдар қарапайым болады ғой. Соны Алла Тағала өзі жетектеп алып шығып, бұл кісіні халықтың алдында 63 жылдық мерейтойын осы біздің денсаулық әлемі бағдарламасында атап өтіп жатырмыз.
бүгін мерейтойыңыз құтты болсын. Көңіл күйіңіз өте жоғары, әрдайым осылай жарқырап жүріңіз. Шырайлы Шымкенттің қыздары өте мәдениетті және үй шаруашылығына өте икемді, дәмді тамақ, күйеулеріне өте керемет қарайтын, тамаша бір ұлттық салт дәстүрді бекем ұстанған жандар. Ал енді өзіңіздің бала шағаңыз, жолдасыңыз жайлы сыр шертсеңіз, қанша бала, қанша немере, шөбере дегендей. Рахмет. Иә, мен 22 жасымда тұрмысқа шықтым. Жолдасым 6 жыл болды, өмірден қайтты. Жаннаттан орын болсын дейміз. Мына кісі ғой еді? Осы қыза, есімі Байзақ болатын. Мынау менмін қасында. Мына жолдасыңыз, иә? Жолдасым. Иә, ол кісіден бұлар Тобықты әулетіне тұрмысқа шыққанмын. Абай атамыздың ауылының жігітіне, бір серісіне. Сол кісіден тарқаған қазір 6 баламыз бар. 6 баладан енді немеренің санын айтпайды дейді, әйтеуір 30-дан аса немереміз бар, әлемділік. Балаларыңыз ғой, иә? Ол балаларымыз. 6 балаңыз бар, Аллаға 6 балам бар. 6-ау өсіп кетті ғой, иә? Өсіп кетті, бәрі үйлі жайлы. Сіз енді әже болыпсыз ба? Әже болғанбыз. Жап-жассыз өзіңіз әжесіз. Рахмет. Иә, сондай немерелер тәрбиелеп, бәрін ұлды ұяға, қызды қияға қондырған жеріміз, әлемділік шүкір. Құпия болмаса немереңіздің санын білесіз бе, білмейсіз бе? Енді қазақта айтып жатырсыз ғой, қазақта айтады ғой енді, санын айтпайды деп айтып жатырмын ғой енді, 35-тен аса бар енді, 40-қа жақын. Машалла. Енді 6 баланы дүниеге әкеліп, оларды өсіріп, өндіріп, қараңыздар, мынау Шырайлы Шымкент, киелі жер Түркістанда, бұл кісілер үнемі Түркістанға барады ғой. Шардараның тұрғыны бұл кісі. Қараңыздар, барлық жерде де ұлттық киім сақталған, ұлттық салт дәстүр, және мына қараңыздар суретте біздің әжелеріміз ерте кезде қалай киінген. Қараңыздар. Әрі бұл бір жағынан мұсылманша, екінші жағынан қазақи бас киім, міне. Осы бас киім сізге керемет жараса деген. Осындай әрі ұлттық салт дәстүрді, әрі шариғатты терең білетін, молданың тұқымы, әрі мына ақын. Сіз төкпе ақынсыз ба, суырып салма ақынсыз ба? Жазба ақынсыз ба? Жазба. Жазба ақын, жаңа көрдіңіздер ғой, өзін қалай таныстырды. Және де осы суреттер сыр шертеді дейді. Бұл кісінің бала шағасының суреттерін жаңа маған жіберді, Виктор соны жабады. Мінекей, мынанда қандай әдемі, қараңыздар, ұлттық киімде тағы да әсерлі сондай. Осы киімдерді өзіңіз тіктіресіз бе, әлде? Тіктіремін арнайы. Мынау Шымкенттен келген, мен көбінде оңтүстікпен жұмыс жасаймын ғой. Ол кісілердің үстерінде киімдерді көрсеңіз, қараңыз, жаңағы алтынмен апталып, күміспен қапталып отыр. Ол киімдерді келгенде, ол кісілер бұлай шайқалып жүрген кезде нағыз қазақи өмірді көз алдыңызға елестетеді. Қараңыздар, қандай тамаша. Мынау тағы да Түркістан, киелі Түркістан. Осындай екінші бір қыры бұл кісінің ұлттық салт дәстүрді ерекше дәріптейтіні, және соны тек айтып қана қоймай, өзі киіп көрсетіп жүретін қымбатты да қадірлі біздің Қайырниса ханым. Және бұл кісі кез келген емшінің өзіне адам қарайды. Отбасы қандай екен, бала шағасы бар ма, үйі бар ма, жайы бар ма, жағдай қандай деп біледі ғой. Мынаны өше салсаңыз. Сонда бұл кісі көп балалы ана, 40-қа жақын немересі бар, енді санын айтпай отыр, бұл кісі қазақта сондай еді, көсте сөз еді. Ал қоса ілім, білімді меңгерген ардагер Дүлдүл Сайыпқыран емші. Ал енді сәл-мәл қазір мереке болып жатса да, біздің көріп отырған көрермендер, ой, осындай керемет ханымның емін алсақ дейді. Сіз онлайн жасайсыз ба, әлде офлайн ем жасайсыз ба? Онлайн деген жаңағы не арқылы, WhatsApp арқылы, офлайн деген алдыңызға келем дейді. Екі жақта да емдеп жатырмыз. Осы кесе коронавирустан бұрын 25 жыл жатқызып емдедім, барлық аурулар түрін. Одан бері қарай осы 4-5 жыл көлемінде онлайнда емдеп жатырмыз. Жер-жерден, Атырау, Ақтау дейсіз бе, Петропавлымыз. Әйтеуір Қазақстан Республикасынан жер-жерден хабарласып көрініп жатады. Соның бірін айта кетсем, екі салдырып перзенттен көтермеген, 8 жыл көтермеген әйел, екі салдырса да болмаған, сол
газеттен көріп, журналдан көріп келген екен. Альхамдулилла шүкір, тумай тұрып ат қойып бердім, Нұрбақ деп. Сол бала дүниеге келіп, арқасынан 4-5 бала-шаға еріп жатыр. Сөйтіп, халықтың әйтеуір ықыласына бөленіп жүрген жайымыз бар. Яғни бала бір перзентке зар болған, бала көтермейтін, белсіздер деген. бедеу әйелдер, белсіз еркектерге сіздің қандай әдіспен шарапатыңыз шипа болады? Енді көп былайынша емшілерге қарағанда енді қасиетті Құран деген нәрсе жарықтық, енді шындықты айтатын нәрсе Құран ашып айтып беремін. Болатын болмайтынына, болмаған адамға уақытын кетіріп ол кісілерді әурелегім келмейді. Себебі болатын болса қасиетті Құранды өзі жол көрсетіп береді. Сол арқылы айтып, жаңағы тумай тұрып қанша балам бар, 40 шақты балам бар, альхамдулилла шүкір жер-жерден. Ең көп басында сол бел болмаған балдар келген. 3 күннен артық альхамдулилла шүкір ұзамайды, жақсы болып кетіп, батасын алып рахметіне бөлем жатырмыз. Осыны тұрмысқа шықпаған қыздар, анау жол болмағандар, әсіресе мына әруақ жолынан көп адасып жатады. Сол әруақ жолын ұстаудың өзінде де көп мән бар. Яғни бойындағы адамның қасиетін ерекше қасиет енді. Біреу әнші, біреу биші, біреу емші. Дұрыс айтасыз. Әр әнші болсын, қай жолда болса да оның киесі бар, ол өз алдына жолы бар. Қалай істесе жол ашылады, емшілер қалай қабылдау керек, ол адамның бойындағы әйтеуір сен емшісің деп бата беріп, ол не істей алады. Сол ата бабасында қандай жол барын иншалла қасиетті Құранды ашып айтып бере аламыз. Соған қарай оны тез арада жолға салып жүреміз, альхамдулилла шүкір. Сонымен қатар тағандай, яғни бір перзентке зар болған әйелдердің дүниеге бала әкелуіне себепкер болдыңыз. Екіншіден қандай тағы да ауруларға себебіңіз бар? Мысалы, психи ауруларды уақытында қарадық, 10 жыл бойына жатқызып қарады, не бір жындыханадан алып келді, олардың да енді мысалға бір жылда бір 20-30 келіп жатқан болса, альхамдулилла шүкір, соның 15-і жазылып, әзір үйлі жайлы қыздар бар мысалға, балдар бар. Жындыханаға жатқан адамдар ма, кетіп бара жатқан адамдар ма? Жоқ, соған жатқан адамдарды әкелмем деген, альхамдулилла шүкір. Оларды байлап алып келе ме сізге? Байлап алып келеді, ұстап келеді, туысқандар екі жағынан. Қорқайсыз ба? Алланың арқасында ешқандай қол. Не бір өзіңе атылады мысалға. Жоқ, қамшым бар, пышақ бар, бізде аспап бар, қасиетті Құран бар. Әуелі Аллаға, екінші Құраннан қамшымен ұрып отырып, 2-3 мәрте ұрып, Алланың аятымен дем салған кезде олар тынши қалады. Өйткені әр аурудың өзінің егеліктері болады. Сол егелікті әрбір емші сол егеліктің не екенін білу керек негізінде. Психи болып бәрі жынды бола бермейді. Мысалы, әруақ жолындағылар өте оңай болады, оны шеше білу керек. Қасиетті Құранда өзі жол көрсетіп тұрады. Ал енді ақиқи психи осы медицинский айланып кеткен болса, онда оны шешу өте қиынға соғады. Сол үшін көп емшілерге де бір ауыз айта кететін жағдай, енді 45 жылдан бері мысалға жазылады деп оны жүре білмеу керек. Соның медицинский қазақшылық екеуін ажырата білу керек. Мен солай ажыратып біліп, содан халық болатынды болады деп айтады, болмайды деп айтады деп, халық солай мені майен япша деп кеткен. Осы уақытта шеке. Яғни сіз біздің өскемен адамдар сияқты тік, нақты, қысқа, нұсқа айтасыз, иә? Өте жақсы. Енді кейбір емшілер түс ауғанша өзі мақтап, түс ауғанда бір 10-15 минут деп сөйтіп қоя беретін адамдар бар. Ал енді Қайырниса ханымды естіп отырсыздар, құрметті көрермендер, есінен адасқан, нерв жүйелері шаршаған, өмірден күдер үзген, желкесін тұз басқан, көңілі мұң басқан адамдарға, яғни барар жер басар тауы қалмаған адамдар, жылы сөз айтатын адам қалмағанда, адам басына қиыншылық түскенде шыбында ұшып кетеді, адам жалғыз қалады. Жалғыз қалғанда бір Алла, бір өзің не істеріңді білмегенде жылы сөз айтып, сізді осы Құран аяттарымен дем салып, көңіліңізге медеу тұтқызып, өміріңізге өзгеріс әкелуге себепкер болатын, алдыңызда емшілердің емшісі, емшілердің жұлдызды емшісі Қайырниса Тойлыбайқызы алдарыңызда. Экраны да телефон жазылып тұр, сол телефонмен хабарласаңыздар, WhatsApp арқылы айтады ғой, иә, сіз өздерінің айтады, мен жылдың айтып. WhatsApp арқылы хабарласасыздар, содан кейін сіздерге дереу ем домын жасайды. Және сіз өзіңіздің емшілігіңізге 100% сенесіз бе? Альхамдулилла шүкір. Ол Алладан келген қасиет қой. Айтып отырмын, 15 жасында қонған, ол кезде союз кезде ешқандай ондай тәуіп емші деген болмаған кездер бірен-саран. 79 жылдан бері мен осы емдеп келе жатырмын адамды. Қасиетті Құран деген әбжат ілімі деген ілімді 5 жыл қажылармен, қарилармен бірге жүріп, оны меңгердім, альхамдулилла шүкір. 2 аят, 2 кітап жолын бітіргенмін. Мына әбжат қоғамдық қоры бұл кісіге арнайы мындай сертификат берген. Әбжат әріптері, сол әбжат әріптерімен де көп адамдардың аурулары, мәселелері шешіліп жатады. Ендеше біздің елімізде де әбжат әріпін меңгере бастапты. Өйткені бізге көрші түрік елдерінен молдалар келеді әбжат әріпімен емдейтін. Ал енді біздің өз елімізде де пайда болыпты, шүкір тәуба деп қуанамыз. Тағы да қосымша қандай өзіңіздің көңіл күйіңіз соғатын
ауруларды дөп басып айтатын. деп басып енді мысалға дәл қазір мысалы бір 10 адам келетін болса әркімнің тағдыры әртүрлі болып келеді. Біреу перзент жаңағы айтып жатқан, біреу балалардың жұмыс жолынан еш уақытта ашылмай жүрген. Екінші үлкен бір мәселе, ана әруақ жолын ашамағай баладан ұрпақтан ұрпаққа семьялар шашылып, не әруақты ұстауын білмейді, не қайда барарын білмей, сол осындай жағдайлар көп келіп жатады. Одан кейін мына семья кейінгі жастар көп бұзылып жатыр ғой. Не себепті мысалға? Вот сол жайында да келеді. Қанша семьяның әйтеуір сауабына қалып, ажырасып кеткендерді қосып, қаншасының ата-аналарының разылығына алып келіп жатырмыз. Сонымен құрметті көрермендер, сіздерге ең керектісі баласы үйленбей, қызы тұрмысқа шықпай, немесе жұмыссыз қалған, немесе үйде төсек тартып бұғып ұйықтай беретін, немесе жынданып арқасы көтеріліп, оның қасиеті бар болса да оны жындықханаға апарып тастайтын, мынау жынды деп. Бірақ оның арғы ата бабасын қарасаңыз, түптеп келгенде молда болады. Сіздің арғы тегіңіз кім? Арғы тегіңізде молдалар болған ба сізде? Жеті атаға келгенбіз біз молдалық. Молдалық қасиеті? Нағашыларымыз көріп келіп болған. 40 күншілік жерді айтып отырған. Өзімнің әкемнің әкесі өте ұлама молда, жаңағы 40 күншілік жерден келе мағанса тақиясын беріп жүреді екен. Не бір туамай қалып жатқан, қан тоқтатамай жатқанды өзі бияқа адамның көптігінен барамаса, тақиясын беріп жүрсе, соны апарып арқасын үш қақса, аман есен босанып алған бүтін ел біледі. Менің алдым кесекілдің етпейді бабаларымыз көргендер. Өйткені о заманда доғдыр нелер жоқ болған кездер ғой енді. Қазір 7-ші атаға келіп жатқанбыз. Жақсы, ендеше құрметті көрермендер, қысқа да нұсқа Хайырниса ханым өз ісіне білікті маман, шебер адам, еш уақытта кібіртіктемейді және өзін қатты мақтамайды. Сенімді адам, сенімді адамға адамдар өздері келе береді, сөзсіз. 45 жыл бұл кісі ешбір жарнамасыз адамдарды осы күнге шейін емдеп келген. Арғы бабаларды сондай атақты көріп отырсыздар, 7 атадан бері молдалық ұстаған. Ал қазіргі сәтте осы мерекелік хабарға Алла тағала тосын сый жасап отыр, ерекше сый жасап отыр. Ендеше құрметті көрермендер, біз қазір осы жерде студиядан ары қарай бұл кісіні жаңағы Ахли Байт халықаралық қайырымдылық емдеу орталығында оның төрағасы Мұратбек Қажы күтіп отыр. Қазір сол жаққа барамыз. Біздің денсаулық әлемі бағдарламасымен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, дәл қазіргі сәтте денсаулық әлемі бағдарламасының творчестволық тобы Алматы қаласында орналасқан Ахли Байт, яғни пайғамбар жанұясы рухани қайырымдылық емшілер орталығына келдік. Бұл орталықтың президенті, тарихшы және бүткіл әлемге танылған әйгілі емші және емшілердің осы оларды құжаттандырып, оларға қорған болып отыратын құжат жағынан және еңбек сіңірген адамдарға олардың еңбегін марапаттап отыратын біздің Мұратбек Қажының ордасына келіп тұрмыз, яғни орталығына. Ал енді Мұратбек Қажы, өзіңіздің орталық туралы түсіндіріп өтсеңіз. Енді мен шындықты айтатын болсақ, біз 21-ші жылдан бері үлкен ақсақалдардың алдын кеспейік деп, бірінші Шынтаев 18-ші жылы қайтыс болды, 21-ші Зиядан ақсақал қайтыс болғаннан кейін маған одан кейін Қарлығаш деген апамыз Қияният қызы, сол кісі мені осы президентке звондап, осы халық емшілігін енді ұстаушы сенсің деп, ол марқұм апамыз осында тағайындаған үлкен адамдар. Сонымен біз жаңағы анау-мынау нәрсе емес, Ахли Байт бірлестігімен істеп жатырмыз. Бұл коммерческий, ойлайды ғой, коммерческий, таза, оны документ тексерсеңіз, ешқандай коммерция жағы. Халыққа, университеттер, академия осымен ашы. Екінші, мына частный фонд, жекеменшік қормен, өзімнің атымнан ашылған өзімнің қорым бар. Халыққа көмек бір жағы. Бір жағы осында қаншама ауру адамдар келеді, қаншама 25 орден шығардым мен. Анау Қазақ хан ордені, Қазақ ханшайым ордені, Алаш хан және Тұран ордені, Әмір Темірдің ордені, Шыңғыс ханның ордені, Қабанбай атамыздың ордені, Хантоғыз атамыздың ордені, Қазақ хан ордені, Төлегетай атамыздың ордені. Енді ол Аслана ордені, Биби Патима пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның қызына арнап, соның отбасына арнап, семьясы туралы үлкен Ахли Байт Расулла деген үлкен орден шығардым әйелдерге. Бұл аналарымыз ғана. Осы нәрселермен және мына сертификаттар береміз. Көп кісілер келеді.
бұл енді сертификат болғанда бұл жай нәрсе емес. Бұл қазір тіркеуде тұрған мұсылман деген жаңағы адал деген төсбелгі шығарып қойды. Ол өйткені халыққа қазір өзіміздің қазақ тілінде қызмет етуіміз керек. Біздің тіліміз түркінің тілі өшсе, біз өзіміз өштік. Сосын атымыз неміз өшпеу үшін адал деген жаңағы тағы төсбелгі шығарып. Бұл орден тағайық деп отырмыз, қазақ медицинасы деген. Біздің өзіміздің салтымыз бар, өзіміздің дәстүріміз бар, өзіміздің медицинамыз бар, өзіміздің республикамыз бар. Біздің қазақ медицина деген өзіміздің медицинамыз бар. Ата-бабадан келе жатқан. Сол қазақ медицина жаһандық қазақ халық емші деген. Мына кісі енді қанша жыл болды халыққа еңбек етіп, 45 жыл бойы халыққа еңбек етіп келе жатыр. Сол еңбегін ескеріп, Алла разылығы үшін осы еңбегінің арқасы 7 ұрпағыңызға жетеді, Алла қаласа, қазақ халық емші деген жаһандық. Енді біз жерде жүрсеңіз, жаһандық қазақ халық емшісі деген атақ. Сізге қазақ халығы расында қазақ емшісіз ғой. Құмалағыңызды жасайсыз, жаңа бақсылығыңызды жасайсыз, адамыңызды былай емдейсіз, мен Құранмен емдейсіз. Ол Құран бар, мен мысалы 40 бір құмалақты да білемін, ол цифровой деген сөз. 40 бір құмалақ цифровой. 9 әріп дейді. Қазақта ғана 9 әріп бар. 9 әріміз 9 құмалақ, аспалы құмалақ, пайғамбар құмалақ дейді. 9 әріп, 9-тан. Ол бізде ғана ол айтамыз. Осы нәрсені тірілту үшін сізге Алла разы болсын. Халқыңызға тағы 45 жыл болса, тағы да 100 жыл өмір сүріп, тағы да 100 жыл қызмет етіңіз. Міне үлкен журналист келіп отыр. Осыны түсіну үшін бүкіл ислам дінін көтеріп, бәрін етіп жүрген. Міне біз тағы да осы жақында мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында 35 жыл деген орден жұрап жасап жатырмын. Алла қаласа осы жақында. Ал енді сізді Алла разы болсын. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын берсін. Міне жаһандық қазақ халық емшісі атағын алдыңыз. Міне еңбегіңізге сай сізге міне бұның несі міне куәлігі. Міне құтты болсын сізге. Міне және мынау біздің өзіміздің кішкентай ғана Ақылбайт міне түгел жазылыпты. Қалтаңызға салып жүресің, куәлігіңіз емшілік жасайды. Содан жаңа мына жаһандық қазақ халық емшілігі дегенмен бос қалтырған жоқпыз. Міне 46 мемлекет, 90 мемлекетке барып қызмет ете бересіз. Мына ағылшын тілінде сертификатыңыз. Кез келген шетелге барса осы құжат жарайды. Орыс тілінде міне мынау сіздің 5 жылға дейін жаңағы кеп нететін куәлігіңіз. Рахмет. Жақсы, Алла құтты болсын. Сіздің жұмысыңыз алға бассын, бала шағаңызға, немере шөберелеріңіз қызмет етіп жүре беріңіз қазақ халқына. Жақсы құтты болсын. Сонымен құрметті көрермендер, біздің 45 жылдық еңбек сіңірген қазақтың халық емін дамытуға еңбегін сіңірген, қазақтың әдет ғұрпын, салт дәстүрін қатар алып жүрген, өнерін қатар алып жүрген, төкпе ақын, жазба ақын, социалма ақын, Алтыбаланың анасы және сүфтегенің қабыл болатын небір жаңағы байлап әкелген жындарды, жаңағы ауырған адамдарды, есінен адасқан адамдарды қалпына келтіретін, бедеу, бала көтермейтіндерді, белсіз ерлерді емдейтін, нерв жүйелері шаршаған адамдарды емдейтін, тұрмысқа шықпаған үйленбегендерді соларға дем салсатуға қабыл болатын шипагер, қазақтың қазақ емшісі, жаһандық деген, әлемдік деген сөз ғой, әдеби тілде айтқанда. Әлемдік қазақ емшісі атағы құтты болсын. Алла жар болсын. Алла разы болсын сіздерге де. Мына жұмыстарыңыздың жемісін жей беріңіздер. Осындай халқымызда небір жастар өсіп келе жатқан ұрпақтарыңызға осындай салауатты өмір сыйлап, сауаттылығын ашып жатқандарыңызға мың алғыс сіздерге. Рахмет.